Елорда сәулетіне сәулет қосқан ұлы тарту. Бүгін Астанада дәулескер күйші Құрманғазы Сағырбайұлының еңселі ескерткіші бой көтерді. Күй атасының тас мүсінін бас қалада орнату көптен күткен игі шараның бірі. Ескерткішті елбасы арнайы барып ашты. Өр рухты шығармалар арқылы қазақ өнерінің төрінен орын алған Құрманғазы тас тұғыры енді Астана төрінде. Тұлғаның 10 метрлік алып ескерткішін тілшіміз Әуесбайдың қанаты да көрді. Азаттықтың алдаспанындай болған Сарыарқа Астана қаламда ерекше әуезге еніп сарнады. Кешегі 19 ғасырда сарнауы бөлекшеді, бүгінгі 21 ғасырдағы сарнауы тіптен ерек. Арада 2 ғасыр өтіпті. Қос 100 жылдықты еңсерген Құрманғазы рухы уақыт өткен сайын өрлепті. Атырау Алтай арасын шарлапты, Жетісу Арқаны да кеулепті. Күй атасының гөй-гөйі енді еңселі ескерткіш кейпінде елорданы жаңғыртпақ. Күйдің рухы. Мына күйден кейін еш нәрсе айтпауға да болар еді. Біз еліміздің тарихындағы ұлы тұлғаларды ұлағаттап, тәуелсіздік жылдары көп белгілі бабаларымызға ескерткіштер орнатып жатқан халықпыз. Осының барлығы біздің тәуелсіздіктің арқасы. Елдің ұлы бабаларға деген тағзымы ұрпақтың ризашылығы болып саналады. Астанада қазақ елінің бабаларымыздың монументтері Қандар Керей Жәнібекке, Абылай Кенесарыға, Абайға, Жыр атасы Жамбылға, Бауыржан Момышұлыға ескерткіштер ашылды. Міне сол ескерткіштің қатарында енді күй атасы Құрманғазының ескерткіші бой көтеріп тұр. Ол арқаланып Исатай мен Махамбетке арнап кішкентайды жазды. Сол тұста атақ-даңқы бұл батырлармен салыстырғанда кішкентай ғана дала сазгері еді. Бүгін ғой Астанада алып тұлғалы қасқайып тұр. Ол бодандықтың бұғауын бұзған адайды төгілтіп салды. Ол қайран шешем деп анаға махаббатын домбыра құдіретімен жеткізді. Сөйтті де аман бол шешем, аман бол деп тебіренді. Бұл жалғыз анаға емес, қалың алашқа қалдырып кеткен аманаттай қастерлі. Күй атасы Құрманғазыға Астананың төрінен ескерткіш ашу бұл мәдениетке деген, күйге деген, өнерге деген үлкен қамқорлық, үлкен құрмет деп мен ойлаймын. Осы күй арқылы біз өзіміздің рухымызды, елдігімізді көтере білдік. Міне енді соған біз құрмет көрсетіп жатырмыз. Астанада ұлттық рух болу керек. Астана қанша әсем десек те, ол ұлттық рухсыз Астананың биіктігі, Астананың асқақтығы көрінбес еді. Мінекей Құрманғазы бабамыз сияқты біздің ата-бабаларымыздың рухын жаңғырту арқылы біз Астанаға ұлттық рух береміз. Міне бүгін соның жарқын көрінісі. Күй атасының күй шертісі бейнеленген тас мүсін басы бүтін 10 метр. 2 бөліктен тұратын тұғырдың өзі әдемі гранитпен қапталған. Онда ұлы сазгердің бейнесі ол өмір сүрген кезеңмен көркем толықтырылған. Міне, әйгілі домбырасын жас Дина Нұрпейісоваға табыстап жатқан тұсы. Ал мынау Махамбет айбат шеккен атақты Жәңгірхан. Сол жақ бедерде адайдың ырғағында күштің сайысына түскен батыр балуандар бейнеленген. Мемориалды композиция маңайы 3 су бұрқақпен көмкерілген. Кешкі самалда фонтандар Құрманғазы күйлерімен тербеле билеп сала береді. Рухани эстетиканың үлгісі. Әуесбайдың қанаты Дархан Әлбек, ұлттық арна.